Баршаңызға сәлем. Бүгін Marvel'ды сағынып қалған көрермендерді бір қуантып, құмырсқа адамның хронологиясын айтып пысықсынатын боламын. Олай болса, лайктарыңды ағартып, қарайтып, семіртіп, жаудыртып, көбейтіп тастаңдар. Өйткені Казбойс сайрайды. Хэнк Пим есімді ғалым болады. Ол 1970 жылы Нью-Джерси штатында Пим бөлшектері дейтін сұйықтық шығарып, оны қорғанысы күшейтілген базаның зертханасында ұстаумен болады. 1987 жылы сепаратистер КСРО-лық Курск шахтасында орналасқан баллистикалық ракетаны жаулап алып, ақш-қа қарай бағыттап жіберген екен. Оны тоқтатуға Хэнк Пим және оның жұбы Джанет Ван Дайн екеуі кіріседі. Ол үшін ракетаның ішіне кіріп, механизмді өшіру керек. Бірақ қарудың қаптау жырасы өте тар болғандықтан, кейіпкерлер оның ішіне мөлшерін кішірейтіп кіру керек болады. Тап осы кезде Пимнің кішірейту реттеуші құрғандықтан, Джанет жауапкершілікті өз қолына алып, субатомдық мөлшерге дейін кішірейіп, ракетаны істен шығарып үлгереді. Осы сәттен бастап Джанет кванттық кеңістікте адасып кетіп, Хэнк Пим жалғыз қалып қалады. 1989 жылы Говард Старк Пим бөлшектерінің көшірмесін пайдаланып, әрі қарай өнімдерін қалған ұйымының пайдасына дамытқысы келеді. Оған қарсы болған Пим заттарын жинап, бұзатын мұрындарын бұзып, көзімнің тірісінде формуламды ешкім білмейтін болады деп ұйымнан шығып, сигмаланып өз жөнімен кетеді. Осылайша Хэнк Пим жасаған өнімінің қауіпті екенін түсініп, мемлекеттік қызметтен кетіп, өзі жеке компаниясын, яғни Pim Technologies деп аталатын мекемесін ашып алған. Өзіне көмекші ретінде Даррен Кросс есімді білікті ғалым тағайындалады. Бірақ Хэнк өнімін қолданысқа шығармай жасырып жүргені Кросстың көзіне жақпағандықтан, ол директорлар кеңесін құрып, компанияға басшылық етуді өз қолына тосып алады. Біздің уақытқа келетін болсақ, Хэнк Пим өзінің Pim Technologies корпорациясына келеді. Бұл жақтан өзінің қызы Хоуп және Даррен Кросспен көріседі. Кросс презентациясын қосып, кез келген материяны кіші өлшемге келтіре алатын теориясын айтып, кішірейген сарбазды түрлі әскери операцияларға қолдану жөнінде қышымас стратегиясын ұсынады. Сөйтіп тұрғанда арадан біреу шығып, егер костюм жаудың қолына түссе не істейміз дейтіндей күмән сұрақтарын қойып, Дарреннің жынына тие бастайды. Кейіннен Кросс оны дәретханада тұрғанда жоқ қылып тастайды да, қалған қалдықтарын унитазға ағызып жібереді. Ал мына жаққа келетін болсақ, Хэнк бұның бәрін естіп, 87 жылғы қатынсыз қалып қойған оқиғасын есіне түсіріп, Кросстан жобаны жауып тастауын сұрайды да, осы жерден тоқтанавис дегенге келтіреді. Бірақ Кросс оған құлақ аспауды жөн көреді. Хоп әкесімен сөйлесіп, Кросстың қошақандарға жүргізген тәжірибелерінің сәтсіз аяқталғанын айтады. Сол себепті Хоуп әкесінен араның костюмын сұрап, шатырдан тайған Кроссты тоқтатуды көздейді. Бірақ Хэнк 87 жылды есіне түсіріп, костюмды қызына бергісі келмейтінін түсіндіріп, оған жақсы үміткер тапқанын айтады. Міне, сол үміткер түрмеде отырған Скотт Лэнг есімді қарақшымен әрі инженермен танысамыз. Ол түрмеде соңғы күнін өтіп, кетер аяқ дәстүріне қатысып, естелік ретінде көзіне соңғы фингалдарын жағумен болады. Кейін түрмеден шыққан соң камерада бір ауамен демалған Луис есімді досымен кездеседі. Ол бұдан ертерек шыққандықтан бостандықта болып жатқан жаңалықтармен бөліседі. Артынша Луис парашасын сағынғандай әңгімесін айтып, Скоттты қайтадан шіріген тірліктер орындауға шақырады. Скотт ақылын іске қосып, қызы үшін ондай істерден аулақ болғысы келетінін түсіндіреді. Сөйтіп Скотти өзіне жұмыс тауып, Баскин Роббинста балмұздақ сатумен айналысады. Бірақ бастығы бұның өткен өмір жайлы, яғни сотты болғанын біліп алып, жұмыстан шығарып жібереді. Содан Скотт не істейді енді? Луистің айтқан миллионердің үйін тонау дейтін жаман әдетін орындауға келісімін береді. Кейіннен Скотт қызының туылған күнін есіне түсіріп, сонымен жолығуға барады. Бірақ жолдан бөгет жасап, бұның бұрынғы әйелі шыға келіп, сен сотталғансың, құрары, жаңа жұмыста маған алимент төле, сөйтте қызыңмен көрісе бер дейтіндей шарттар қойып үйден қуып шығады. Ал мына кісі оның жаңа күйеуі Пакстан. Танысып қойыңдар, ал дәл керек болады. Сөйтіп Скотт үйіне келген соң, әлгі тоналатын үйдің қожайыны басқа жаққа кетіп қалғаны және үйдің ішінде сейф сақталатын жайлы ақпараттар біліп алады. Скотт қылмыстық тобымен тонау жоспарын құрып, көздеген үйіне кіреді. Скотт сейфті байқап, ішін ашып қалса, костюмнен басқа ештеңені байқамайды. Бірақ білмеймін не үшін екенін, Скотт оны өзімен бірге алып кетуді шешеді. Болып жатқан концерттің барлығын мына жақта Хэнк Пим бейне бақылаудан аңдып отырады. Үйіне келген соң Скотт костюмды киіп көреді. Ал мына басқыш не болды екен? Кәне басып көрші. Бәрекелді. Мінекей осылайша костюм иесімен бірге кішірейіп, Скотт айналасына байқұс шымалдардың көзімен қарап, олардың көретін қорлықтарын түсіне бастайды. Бір кезде костюмнің ішінен бір бөгде дыбыс шыға бастайды. Оның кім екенін анықтай бергенде, астаудың ішін топан су басып, Скотт едендегі жырақтармен астыңғы қабаттарға тап болады. Ол жақта Wednesday биді сойып жатады. Ойнамайтам. Скотт диско бардан тап болып, небір биік өкшелерге тапталып кете жаздайды. Содан Скотт шаң сорғыштың ішіне сорылып кетіп, егеу құйрықты қақпанға түсіріп, шаңмен бірге сыртқа қарай ытқып шығады. Костюм мықты болғандықтан оған ештеңе болмайды. Шошыған Скотт өз мөлшеріне оралып, костюмді ұрлаған мекен жайына қайтадан апарып қойып, сыртқа шыға бергенде, "Я ничего не взял, просто вернул то, что украл до этого." деп өз-өзін полицияларға ұстап береді. Камерада отырғанда оған Пакстан тиісіп қан іше бастайды. Бір кезде Хэнк Пим адвокаттың түрін жасап алып, өзін Скоттпен таныстырады. Хэнк бұрыннан бері Скотт Лэнгтің өмірін бақылап келген екен, және өзінің үйін тонайтындай етіп, барлығын алдын ала жоспарлап құрастырғанын түсіндіріп өтеді. Әңгіменің аяғында Хэнк оған, өмір бақи түрмеден түрмеге қонып жүресің бе, әлде камераңа барып мен айтқан әрекеттерді
тапсырмаларды орындайсың ба деп таңдау береді. Екі таңдауын арқалап Скотт темір торына барып жайғаса бергенде, құмырсқалар костюмын әкеліп 10 секундтық секундомерін іске қосады. Сол уақытта Скотт киініп алып түрмеден жоқ болады. Жол жөнекей оны Пимнің басқаруымен ұшып келген құмырсқа Скоттты әуемен қыдыртып Хэнктің үйіне алып келеді. Скотт оянса, жерде құмырсқалардың өріп жүргені соншалық, аяқ басар орын жоқ. Оның бұл үйде болғанын жақтырмаған Хоуп әкесіне оның бұл үйде болғанын жақтырмағанын айтып білдіреді. Бірақ Хэнк қайтадан 87 жылғы оқиғаны есіне түсіріп, қызына тыныш қана шайыңды ішіп отыра бер дегенге келтіреді. Ескере кетсек, бағана полиция шақырып Скоттты ұстап берген осы Хоуп болатын. Дастархан үстінде Скотт екеуімен де дұрыстап танысып алады. Осы кезде Хэнк құлағына бекітілген арнайы құрал арқылы құмырсқаларды тыңдата алатынын көрсетіп мақтанады. Артынша өзінің ойлап тапқан технологиясы арқылы денені атомдық мөлшерге дейін кішірейте алатынын айтады. Әңгіменің тоқ етеріне келетін болсақ, Пим Скоттқа Даррен Кросстың арамдығы жайлы рефератын қорғап, компанияда сақтаулы тұрған есек араның костюмын жою керектігін айтады. Егер Даррен технологияны оңды-солды қолданатын болса, әлем ретсіздікке, яғни хаосқа ұшырайтынын ескертеді. Сол үшін Хэнк Скоттан көмек қолын сұрайды. Бірақ Скотт басында қорқақтап, маған емес, оны неге кек алушыларға айтпайсыз дегендей орынды сұрағын қояды. Хэнк жылдар бойы өз технологиясын Старктан жасырып келгендіктен, кек алушылармен жолығуды теріс деп санайды. Онда неменеге мәңгіліктерге айтпайды, Мейлі. Әрі қарай Хэнк компанияға еніп, костюмді жою жоспарын құра бастайды. Ал қызы Хоуп Даррен Кросстың көзін алдау ісімен айналысатын болады. Скотт костюмын киіп, оның мүмкіндіктерін қолданып, құлып саңлауына кішірейіп өту арқылы келесі бөлмеден шығу жаттығуларын жасауға кіріседі. Процесті Хоуп пен Хэнк қадағалаумен болады. Әдеттегідей, кейіпкер басында есікке 1000 рет жабысу арқылы күлкіге қалады. Артынша құмырсқаларды тыңдата алмай әлек болып, бірнеше илеулерді қопарып шығады. Оған қоса Хэнк көк және қызыл дисктармен заттарды көздеп мергендігін шындықтырады. Қызыл диск заттарды кішірейтсе, көгі олардың қалыпты мөлшерін ұлғайта алады. Нәтижесінде Скотт Хоуппен сабырлы әңгіме дүкенге келіп, ақырында құмырсқаларды тыңдатып үйренеді. Кейіннен Хэнк қызынан жасырып жүрген 87 жыл болған оқиғаны үтір нүктесін қалдырмай айтып береді. Әйтеуір 87-тен құтылдық қой. Болды, енді айтпаймын. Содан Pym Technologies'ке келетін болсақ, Даррен Кросс тағы бір қошақанды әңіретіп, соған сынағын жүргізе бастайды. Бұл жолы оның нәтижесі сәтті аяқталып, Кросстың жүзіне күлкі жайғасады. Мына жақта кейіпкерлер миссияны сәтті орындау үшін Старктың қоймаларында сақталатын құрылғы керек болып қалады. Оны қолға түсіруге Скотт аттанады. Бірақ аталмыш жер дәл қазір кек алушылардың базасына айналып кеткен екен. Хэнк дереу артқа беріп миссияны тоқтатуды бұйырады. Бірақ Скотт оны тыңдамай, көз алдынан кек алушылар мүшесі Сэмді қарсы алады. Сөйтіп арада сұңқар мен құмырсқаның жекпе-жегін тамашалаймыз. Нәтижесінде Скотт Сэмді жеңіп, аталған құрылғыны әкеліп Хэнкті мәз қылады. Кейінірек Кросс Хэнктің үйіне келіп, оны ертең өтетін 15 миллиард долларға бағаланатын есек ара костюмын іске қосу көрмесіне шақырады. Хэнк өз келісімін береді. Хоуп оның сөздеріне күмәнданып, бұның бәрі тұзақ екенін айтады. Сөйтіп тұрғанда Кросс Хоупқа қоңырау шалып, ғимаратта күзетті күшейтілген режимге келтіретінін айтады. Солардың ішіндегі ең жаманы лазерлі тор. Сол кезде Скотт ғимаратқа су берісіне ешкім бөгет жасамайтынын түсініп, құбырлар арқылы кіру дейтін ойын айтады. Артынша өз достарымен тірліктеріне тартады. Ертесіне кейіпкерлер өз жұмыстарына кірісе бастайды. Луис күзетші рөлін атқарып құбырлардағы су қысымын азайтумен болады. Скотт құмырсқаларды пайдаланып, құбырлар арқылы ғимаратқа еніп алады. Бір кезде Хэнк келген кезде алдынан полиция шығып оған әңгіме айта бастайды. Осы кезде пайдаланып, Скотттың достарының бірі полицияның көлігін айдап, көзді алдау арқылы Хэнкті ішке кіргізіп жібереді. Хоуп әлгі кек алушылар базасынан ұрланған құрылғыны орнатумен айналысады. Артынша түк болмағандай әкесі екеуі Кросспен кездесіп, костюм сақталатын жерге барады. Скотт құмырсқалардың көмегімен компанияның серверін құртып жатқанда, мына жақта технологияны сатып алушы клиенттер Гидроның мүшелері екені анықталады. Скотт құмырсқаларымен көздеген костюміне келіп жетеді. Достары лазер торды өшірумен айналысады. Скотт оның өшетін уақытын шамалап секіріп кетеді де, әйтеуір толқуды күшейтіп жатып аман қалады. Бірақ ыдысқа түскен соң Кросстың алдын ала жоспарланған тұзағына түсіп қалады. Кросс кішірейткіш бөлшегін сатып алушының қолына ұстатып, Хэнк Пимді өлтіруге кіріседі. Хоуп оған кедергі жасайды. Ал Скотт ыдыстан босанып шығып, барлығымен төбелесіп, оларды залалсыздандырады. Хэнк иығына оқ тосып жата қалады. Кросс костюмын чемоданына салып, ғимараттан табан жалтырату ісіне көшеді. Хоуп әкесін қараумен болады. Ал Скотт күзеттермен күресіп, Кросстың артынан қуады. Гидра мүшелерінің бірі қараусыз жатқан пробирканы қолына түсіріп қашып кетеді. Луис өзі періп жіберіп ұйықтатқан күзетшілерді ғимараттан алып шығу ісімен айналыса бастайды. Өйткені бағана Скотт ғимараттың ішін бомба зарядтарымен безендіріп шыққанын ұмытпағанымыз жөн. Кросс тікұшағына отырып қашпаққа салады. Скотт оны тоқтату мақсатымен құмырсқаларын жүгендеп келе жатқанда, Кросс ашуланып оларға оқ атып, астындағы Энтониді жұлып түсіреді. Скотт басқа құмырсқаның үстіне отырып биіктік ала бастаған тікұшақтың астына жармасып алады. Мына жақта ғимараттың ішінде Хоуп пен Хэнктің қалып қалғанын байқаймыз. Чотам екеуімен қоштаса береміз бе деп отырғанымызда, Хэнк қолын қалтасына салып кішірейтілген танкін шығарып, оны ұлғайтады да қабырғаны жарып тұрып сыртқа шығады. Пакстанның аузы аңқиып тұрғанда, бұлардың көлігін мына жындылар екінші мәрте айдап кетеді. Сол уақытта әуеде Скотт тікұшаққа кіріп алып, Кроссты тоқтатпақ болады. Есесіне ғимараттың жарылғанын тамашалаттырып, көзіне жас толтырып береді. Ашуланған Кросс өзінің костюмін киіп алып,
құмырсқа адамға нағыз қарсылас тауып береді. Жекпе-жек барысында екеуі құлап бара жатқан чемоданның ішіне тап болып, салмақсыздық күйде бір-бірімен жұдырық сермеседі. Төмен түскенде Скотт Кроссты пәріп жіберіп, жәндіктер тұзағына жабыстырып қояды. Бір кезде Пакстон келіп, Скоттты ұстап бөлімшеге алып кетеді. Кросс ашуланып, күшіне еніп, Кейсиді тұтқындайды. Оны хабарламадан естіп алып, Пакстон үйіне қарай тартады. Скотт кішірейіп, кісеннен босанып, қызын құтқаруға кіріседі. Әрі қарай ойыншықтардың арасында бунақ денелілердің кезекті шайқасын тамашалаймыз. Скотт дисктардың біреуін лақтырып, байқаусызда бір құмырсқаны үлкейтіп алады. Екінші лақтыруында ойыншық өз мөлшерін танымай далаға безіп шығады. Лақтыратын нәрсесі таусылған Скотт Кросстың шабуылынан тығыла бастайды. Сонда көмекке Пакстон келіп қалады. Кросс соған қарай бергенде, Скотт артынан келіп субатомдық мөлшерге дейін кішірею арқылы Дарреннің костюмін істен шығарып тастайды да өзі алғаш рет кванттық кеңістікке тап болады. Керек кезде басқышта істемей қалатын заңдылықты жақсы білеміз. Сондықтан Скотт қалтасынан тағы бір ұлғайтқыш дискті іске қосып, өз мөлшеріне оралады да қызын қуантады. Кейіннен Хэнк Скотттың кванттық өлшемге турист болып барып келгенін естіп, оған сол жайлы сұрақтар қояды. Бірақ Скотт оны жалпақ тілмен қалай айтып түсіндіретінін білмейді. Артынша ол Пакстонмен бірге бір дастарханда кешкі асын ішіп отырады. Пакстон оның бүкіл жыртықтарын жамап қойғанын айтып қуантады. Мына жақта Пим гардеробын ашып жіберіп, қызына арналған костюмін көрсетіп, бұл да бір күні бір нәрсеге жарап қалар деген ойын білдіріп, қауіпқа тозып қалсынын айтып тұрады. Осы кезде ара мен құмырсқаның будандасқанын еске бір түсіріп қоямыз. Сол уақыттарда Капитан Америка қауіпті Баки Барнсты тауып алып, онымен не істерін білмей тұрады. Оны Тони Старк қайтайын десе, ол Стивқа сенбей бәле қылуы мүмкін. Сонда Сэм оған осы видеода аты көп аталған және содан таяқ жеген бір кісіні ұсынып көреді.